Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Олар басында сізді ханшайымдай көреді. Кейде ең қауіпті адамдар сырт көзге ең жақсы болып көрінеді. Ашық жарқын, әзілқой, бәрімен тез тіл табысып кетеді. Қоғамда өзін өте позитивті ұстайды. Қыздарға келгенде де алғашқы қарым-қатынаста ерекше қамқор, ерекше түсінетін, жылы сөзге жомарт болып шығады. Сол сөздермен баурап алады. Бірақ уақыт өте келе түсінесің, ол қамқорлық іс жүзінде емес, тек сөз жүзінде болғанын. Бір таныс қызым дәл сондай жағдайды бастан өткерді. Ол жігітті бізбен алғаш таныстырғанда бәрімізге бірден ұнап кетті. Қалжыңы жарасымды, ортаға тез сіңіп кетті. Сырттай қарасаң, ешқашан абьюзер, манипулятор немесе тәуелділігі бар адам деп те айта алмайсың. Керісінше үлгілі, ашық жарқын, тәрбиелі жігіт сияқты көрінеді. Бірақ ол ойын құмар, әртүрлі нашақорлыққа тәуелді болды. Қыз оның сөздеріне, үлкен жоспарларына, болашақ уәделеріне сенді. Сөйтіп, отбасын құрды. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Алдымен сөзбен төмендету, кішкентай кінә тағулар, манипуляция. Біртіндеп сенімнен кетті. Өзін кінәлі сезіндіре бастады. Қарсы тұрса, өзін кінәлі етіп қояды. Қыз көп нәрседен айырылды. Үйінен де, жұмысынан да. Алайда көп нәрсеге шыдады. Ажырасқаннан кейін де мәселелері бірден бітпеді. Қайта қосылып көрді, бірақ ештеңе өзгермеді. Дегенмен, қыз бәріне осы жағдайларды айтса, жақындары оған қатты сене қойған жоқ. Өйткені, өзгелердің көзінше ол мүлде басқа адам. Сыпайы, көмектесуге дайын, бәріне жақсы көрінеді. Сондықтан біз абьюзер, ойын құмар немесе тәуелділігі бар адамдарды міндетті түрде ашық агрессиямен елестетпеуіміз керек. Олар керісінше сыпайы, мінсіз, тез баурап алатын болып келеді. Адамның шын бейнесі әрқашан әрекетінен көрінеді. Қыздар, қазіргі таңда бұндайлар көбейіп кетті. Бәріне сене бермеңіздер. Өмірден алынған әңгімелер парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.